Hello children, how is it going? Now are you ready today's lesson? Now let's start today's new lesson, School Rules Around the World. Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабаққа дайынсыңдар ма? Бүгінгі біздің сабағымыз әлемдегі мектеп ережелері деп аталады. Яғни мектебіміздегі ережелер туралы ағылшын тілінде сөйлесетін боламыз. Now let's begin. Exercise 1. What rules have you got in your school? Do you think the rules are the same in all schools around the world? Yeah. Сіздің мектебіңіздегі қандай ережелер бар дейді. Және де қалай ойлайсың, бүкіл әлемдегі барлық мектептің ережелері бірдей ма дейді балалар, иә. Ол үшін мынау бізге мәтін берілген, сол мәтінді оқып танысып алайық, иә. Англияның мектебіндегі ереже мен Қазақстан мектебіндегі ережелерді берген екен. School rules around the world. Rules. All schools have rules, but they are not always the same. In some countries, students have to wear a uniform, but in others they don't. Some schools have got very tough rules, and some schools have got strange rules. Share your thoughts. Yeah? Ережелер дейді. Барлық мектептерде ережелер бар. Бірақ барлығы бірдей емес. Біраз елдерде мектепте арнайы форма киетін болса, біраз елдерде киілмейді. Және де біраз мектептерде қиын ережелер болатын болса, біраз мектептерде ерекше қызықты ережелер бар, иә. Және өз ойыңмен бөлісе отыр дейді балалар. Rules in England. My school has a lot of rules. Here's the list. We have to wear uniforms. We must switch off mobile phones during lessons. We mustn't run in the corridors. We can bring a packet lunch or buy food from the school canteen if we need to. We can't leave school during lessons. Яғни менің мектебімде көптеген ережелер бар. Біз арнайы форма киеміз, сабақ уақытысында телефонымызды пайдаланбаймыз, коридорда жүгірмейміз, және мектептің асханасынан өзімізге қажетті тамақтарды сатып ала аламыз, және де сабақты тастап кетпейміз. Rules in Kazakhstan. Here in Kazakhstan we also have a lot of rules to follow. We must be in school by 8:30 a.m. and mustn't be late. We should be polite to teachers, each other and visitors. We mustn't use mobile phones and other electronic equipment during our lessons. We need to keep our classroom clean and tidy. Яғни Қазақстандағы мектептің ережелері, бізде де өте көп ережелер бар. Біз сабақ 8:30-да мектепте болуымыз керек және кешікпеуіміз керек. Және де мұғалімдерге, басқа адамдарға да сыпайы сөйлеуіміз керек. Сабақ уақытысында мобильді телефондарды, одан да басқа электронды құралдарды қолданбауымыз керек. Және де әрдайым сыныпты таза ұстауымыз керек. Яғни балалар, бұл бізге берілген осы Англия мен Қазақстанның мектеп ережелері. Exercise 2. Read the text and mark the sentence true, false or doesn't say. Яғни балалар, жаңа оқыған текстімізге байланысты сөйлемдер берілген. Сол берілген сөйлемдердің дұрыс немесе жалған немесе білмейтініңді белгілеп шығуымыз керек. Қараңыздар, Sally can't wear casual clothes to school. Бұл жерде Sally дегеніміз Англияның ережелерін айтып отырған оқушы. Одан кейін аяулым біз Қазақстанның ережелерін айтып отырған. Мына жерде түсінбей қалмаңыздар, бұл Sally деген кім деген секілді. Қалған сөйлемдердің барлығы түсінікті, дұрыс нұсқасын жазып шығамыз. Exercise 3. What are the rules at your school? Post your comments to the blog. Яғни сіздің мектебіңіздің қандай ережелері бар дейді, сол туралы жазып шығыңыздар дейді. Мен кішкене мәтін түрінде жаздым. There are many rules in my school. First, we have to wear a uniform to school. You mustn't be late for class. We can't eat or drink anything in class. We can bring a packet lunch or have school dinners in the canteen. We have to do our homework and hand it in on time. Осылай балалар өздеріңіздің мектептерінің ережелерін жазып алыңыздар.
Exercise 4 reads about schools in Japan or write a sentence using must, mustn't, need, should. Яғни балалар бізге жоғарыда модаль естер берілген қарамен жазылған сөйлемдердегі сөздерді сол модаль естермен алмастырамыз, яғни мағынасына қарай. Necessary деп отырғанымыз қажеттілік, the rule to дегеніміз мысалға бір ережеге байланысты, бір заң, бір ережеге қатып қалған дүниеге байланысты заттарда біз модаль естерде have to немесе must пайдаланамыз. Good idea дегеніміз біреуге ақыл кеңес берген кезде, мысалға should деген мысалы ақыл кеңес берген кезде деген сияқты. Және де against the rules to тоже яғни заңды бір тәртіпті қатып қалған затты айтатын кезде қолданамыз. Осылай алмастырып шығамыз балалар. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыған қарап өз сөйлемдеріңізді тексеріп алсаңыздар болады. So we have done all tasks, all exercises. Now our lesson is over. If you like today's lesson, now don't forget to subscribe to my channel. See you next lesson. Goodbye, children.